саламатсыздар, Айнұр. Жалпы сіз қазір қиналып отырсыз ба? Мен де бір кездері қиналғанмын. Сіз мақсатқа жету мүмкін емес деп қорқасыз ба? Мен де қорыққанмын. Сіз тәжірибем жоқ деп ойлайсыз ба? Мен де солай ойлағанмын. Бірақ сізбен біздің жетер жетістігіміз алда. Өміріңді өзгерт, ойыңды өзгерт. Ойыңды өзгертсең, өмірің де өзгереді дейді менің бүгінгі қонағым. Кәмшат Бекжігітова. Кәмшат, қош келдіңіз студияға. Қош көрдік, Мақпалжан, рахмет. Жалпы Кәмшат, сіздің мамандығыңыз қаржыгер екенін білемін да. Мысалға, әйел өткенін ұмытпай, бақытқа кенеле алмайды депсіз да бір жазбаңызда. Бір кездегі қаржыгер, 3 баланың анасы Кәмшат Бекжігітова жалпы психология қалай келді? Өмірін өзгерту деген ойға қалай келді? Осы туралы бір ауыз айтып өтсеңіз. Рахмет көп. Жалпы бізде психология деген өз басым, өзімнің отбасымда болған емес, айтылған емес, білмейміз. Сондықтан бұл нәрсені сондай қазір айтады күйзеліс. Мен де бір заманда күйзеліске түстім, 2014 жыл. Сол кезде күйзелісте отырған кезде самооценка деген орысша сөз естідім. Ол өзін өзі бағалау екен. Мен бұрын мүлдем естімеген, 33 жасқа дейін білмеген сөз. Сол сөз менің өзгеруіме себепкер болды. Жаңағы Луиза Хидің «Полюби себя», яғни өзіңді өзің жақсы көр деген кітап. Соны WhatsApp арқылы естідім. Сол күннен бастап жаяулатып, енді нанға ақшамыз жоқ кез. Солай іздеп жүріп, 2 апталап жүріп, жаңағы кітапханаға да кірмегеніме көп бопты, шыны керек. 14 жыл кітап оқымадым деп жазасыз. Оқымағанмын. Содан енді соңғы кездер студент кезіміз ғой. Содан алып жаңағы іздедім, бардым жаяу. Сосын жаңағы кітапты көрем, бірақ ақшам жоқ. Көрем, ақшам жоқ. Күнде барам. 2 апта жаяу бардым. Сөйтіп жатқанда ағамыз келіп, жаңа кітап берді. Мен сол кезде қуансам болады, қарным тоятын болды деп, бірақ мен кітап алатын болды деп қуандым. Ақша берді. $400 берді. $400 берді. Әрқайсымызға енді балаларыма маған $100 беріп, мен жаңа кітап оқитын болдым. Сол кітапты оқысам өмірім өзгеретіндей. Бір үміттің отын жақты да маған. Расында да ол солай болды. Жаңағы жатқан жерің жайлы болғыр Луиза Хей. Қаншама халықтың, миллиондаған халықтың өмірін өзгертті. Соның ішінде мен де бармын. Мен түкте түсінбедім, мен түкте орысшадан да енді қазақ жақта өскенбіз ғой бәріміз. Ауылдың қызымын. Бірақ мен сол орысша түсінбегеннің мен үшін жақсы жағы ол бір кітапты бірнеше рет оқу әлі күнге дейін. Сол жерде оқыдым, айтқанын жасадым. Луиза апамыз тек қана жақсы сөз сөйле дейді. Жақсы ой ойла дейді. Қалай қиналып тұрсаң да жақсы сөз сөйле дейді. Ол бізде қазақта жақсы сөз жарым ырыс дейді. Ал ол кісі аффирмация деп жеткізеді. Міне сол бір аффирмациялардың жаңағыдай себепкеріменен өмірім күрделі өзгерді. Жалпы жақсы сөз сөйле деген, мысалға бүгінгі бағдарламаны жалпы Кәмшат ханым ойлап отырмын, бұл бағдарламаны қыз келіншектерді бізді көріп отырған мотивация беру үшін арнасақ. Қыз келіншектерге өмірін өзгертуге кішкене де болса септігіміз тисе деп. Қалай қарайсыз? Әрине, қуаныштымын. Жалпы енді жақсы ой ойла дейміз, жақсы сөз сөйле дейміз. Оның бәрі күнделікті бір оңай сияқты көрінгенмен, жақсы ой деген бір таракандар басыңа кіріп кетіп жатады ғой. Содан сіз жаңағы білезік тағу тәсілін айтқан екенсіз, соны айтып беріңізші тағы да анықтап. Жалпы бұл ойдың бәрі бізге бір күнде қалыптаспайды ғой, ешқандай нәрсе. Жақсы болсын, жаман болсын, ол нәрсені біз қалыптастырамыз неше уақыт ойлау арқылы. Кез келген жағдайға тап болдық дейік. Оны жағымсыз да, жағымды да болу мүмкін емес. Оны жағымсыз жасайтын да, жаман қылатын да, жақсы қылатын да өзіміз. Содан тоқтамай ойлау арқылы адамның басынан сана деген ол нәрсе екіге бөлінеді екен. Түпкі және жоғарғы сана. Жоғарғы сана кешке дейінгі келіп кетіп жатқан информация дейміз, ақпараттарды қабылдайды. Ода сүзгі бар. Ары қарай өту өтпеу деген. Сол кезде жаңағы санадан біз егерде қайта-қайта ойлау арқылы, оны басқа біреумен бөлісу арқылы, соны сезіну арқылы біз түпкі санаға өткізіп жібереміз. Ол жерде тек орындалу деген нәрсе бар екен. Енді бұл әлемдік деңгейдегі психологтар. Айта берсең, жаман нәрсені айта берсең, өкпелей берсең, ренжи берсең, сонымен қалыптасады. Кәдімгідей бір үйдің кірпіші қаланғандай фундамент түбін қалай береміз. Содан енді оны өзгерту үшін адам бақылау керек. Ойын сөзіне бір күнде өзгеріп кетпейміз. Жаман ой жүйрік келеді, бәріміз білеміз. Сондықтан жаңағы әлемдік жаңағы психологтың бірінің ойлап тапқан әдісі, яғни қолыңызға фиолетовый браслет тағып алыңыз дейді. Күлгін түсті. Соны тағасыдағы
жаңағы жаман ой ойлап қалдыңыз ба, жаман сөз сөйледіңіз ба, анамен өзіңізді біреу айтады, шарт еткізіп ұрыңыз дейді, резина болса. Болмаса екінші қолға, яғни 21 күн бойы тек қана жағымды ойда жүріп, жағымды сөз сөйлеген жағдайда ауыстырмайсыз, қалған жағдайда ауыстырып отырасыз дейді. Сөйтіп 21 күнге жеткенге дейін ауыстыра бересіз. Ауыстыра бересің. Егер жаман ой ойлап қалсаң, жаман ой ойламасаң, 6 күннен кейін ойласаң, қайтадан яқа ауыстырасың да тағы 21 күн күтесің. Яғни 21 күн ол кішкене болса да адамның санасына дұрыс ой қалыптасады деген сөз. Осы жерде сіздің 90 күндік жаңағы өзіңіздің өміріңізді елестеттіңіз, жақсы күндерді ойладым дедік. Соны 90 күн бойы жазып отыру туралы бір ауыз көрермендерге айтып өтсек, біз келіншектерге. Рахмет. Жалпы ол былай, менің өзімнің жеткенім да, жаңағы кітапты оқыдым. Түк те түсінген жоқ. Мына өзіңді жақсы көр деп береді. Не бол сонда қалай өмірің өзгереді деймін. Ол кітап жатты, сосын бір аптадан кейін қайта қолға алдым. Қайта қолға алып, жаңағы стикер дейміз, ол жазып қойдым да, іліп жабыстырып қойдым холодильникке кәдімгі. Соны жабыстырып қойып, сол жерде жаңағыны күнде қайталау керек. Енді ол жабысып тұрған менің өмірімді өзгертпейді ғой, или ойым өзгеріп кетпейді. Содан ана кітапта ойымыздың кірпішін қайта қалауымыз керек. Қайта қалау керек басынан бастап. Содан жаңағыны 5 уақыт барып оқимын. 5 уақыт әр намаздан кейін өзіме бір тапсырма қойып қойдым, міндет сияқты. Соны барамында қайталап түгелі 100-ге жуық аффирмация, жаңағы жақсы сөз жарымыз, соның барлығын оқимын. Енді оны жасау керек, жасаған кезде адамдар көреді. Ал және мен сосын оны білем, ешкім қайталап оқымайтын, сондықтан жазыңыздар дедім. Мен енді бірнеше дәптер толтырып бітірдім жазған. Жазған кезде адамның әр түрлі есте сақтау қабілеттері жұмыс істейді. Көз, құлақ, осы жерден әңгімені үзе тұрсақ, жарнама деп маған айтып жатыр. Редактор ханымды жарнамаға кезек берейік, арнадан алыстамаңыздар. Кәмшат ханым, сіз айтасыз, адамның маңызды 2 күні бар деп. Бірі дүние есігін ашқан күні болса, бірі өзін өзі тапқан күні деп. Жалпы бақытты болудың қарапайым ережелерімен бөлісек тағы да айта беріңіз әңгімеңізді. Жалпы бақытты болудың қарапайым ережелері, қандай тамаша айттыңыз, ол деген өте қарапайым екен. Ешкімнен тәуелді емессің, ешкім біреу саған көмектесудің қажеті жоқ, тек өзіңді. Яғни өзің жалқаулығыңды жең, өзің ойыңды өзгерт, өзің өміріңді өзгерт, және ең бастысы өмірде өз мақсатыңды тап. Алла тағала жер бетіне қанша адамды жаратса да, барлығына бір талант иесі қылып жаратқан. Әрбір адам тұлға. Мен үшін әрбір қазақ тұлға болып көрінеді. Осындайда мен бір сөз айтамын да, әрбір адамға жалпы ешкімнен кем емес, ешкімнен артық емес. Осыны ұмытпау керек сияқты да. Өте дұрыс айтасыз. Мысалға, менің жасағанымды сіз жасай аласыз, басқа да адам жасайды, барлық адам. Дәл қазіргі осы көріп отырған көрермендер, қай-қайсысы болса да мен соның орнында отырған адамдардың бірімін да. Ешқандай айырмашылығым жоқ. Солардың ойлағанын мен де ойлағанмын. Тек ойымызды өзгертіп, сөзімізді аузымыздағы өзгертуіміз керек. Оны есте сақтау керек. Мен қазір не айтып жатырмын? Мен болашағыма дән егіп жатырмын, дән тастап жатырмын. Маған бұл керек па, керек емес па? Бүгінгі біздің ойымыз дәл қазіргі. Бүгінгі біздің өміріміз, мысалға сіз айтасыз, өткен болашақтағы ойларымыз. Алдағы болашағымыз бүгінгі ойларымыз, сонда. Яғни бүгінгі тұрған жеріміз, ол біздің кешегі ойымыз, ал бүгінгі ойлайтынымыз, ол біздің ертеңіміз, болашағымыз. Яғни кеше қандай өмір сүрдім, оның бәрі менің бір кездегі ойым екен. Кез келген адам осы жағдайды жасап, ойын бәрін өзгертіп, сараптап, тіпті мен қазір тапсырма берем, кейде өзімнің нелеріме да, жаңағы оқырмандарыма, курсанттарыма, сонда жаңағы айтатыным, сіз бір апта бойы кіммен сөйлесесіз, кіммен араласасыз, қандай сөз айтасыз жиі, үйге кіргенде не айтады екенсіз, күйеуіңе хабарласқанда не айтады екенсіз, осылардың барлығын жазып жүріңізші бір апта, сонда қарасаңыз алысқа бармайды екен ойымыз. Біз осы туралы кәдімгі статистика жинап, бәрін салыстырып көрсек, біздің келіншектердің ойы алысқа бармайды екен. Бір күнде көретін досы, құрбысы ол бір адам ғана, оны бір апта бойда, бір ай бойда көреткенде, адам өзгеру керек, ортаңды да өзгерту керек. Яғни, ойың мен сөзіңді өзгертсең, түбегейлі өмірің өзгереді. Осыған өзім сенем. Алла тағала ары қарай қалған бәрін реттей береді сізге.
Жалпы сіз айтасыз да, Камшат кітабыңызда еркекке қанат бітіретін әйел дейсіз да. Мысалға, еркекті жаңағы өзіңіз бір мысалмен де президенттің әйелі бір екі жігіт бір қызға ғашық болады, содан жаңағы қыз бір жігітті таңдайды, кейін ол жігіт президентке айналып кетеді, ана жігіт жай не болып қалады, қарапайым жігіт болып қалады. Сол кезде келіншегінен ана жігіт айтқан екен, көрдің бе, сен ана жігітті менсінгенде қарапайым жігіттің әйелі болар едің деп. Сол кезде жоқ, қыз айтқан екен, мен президенттің әйелі болар едім деп, ұмытпасам. Яғни, еркекке қанат бітіретін әйел дейсіз. Жалпы біздің бағдарламамыз көретін көбіне қыз келіншектерді, оларға өздерінің үйдегі отағаларына қанат бітіру үшін қандай ақыл кеңес айтасыз? Осыны кеше біз осы Астана қаласында тренинг өткіздік, сол жерде келіншектерге тіпті сол жерде тұрғызып звондатқыздық. Телефонмен хабарластырдық күйеулеріне. Енді тексеру үшін қандай? Сол жерде 3-4 келіншек хабарласты, бәрінің айтатыны қалайсың, қайдасың? Осы екі ауыз сөз көбісінің айтатыны. Сосын енді ол жерде не айту керек? Үйден шығып баратқан еркекке қайтып оралатындай жасау керек. Енді ол өзінен де жіберілген қателік. Мысалға да, үйден қазіргі таңда мен бұны қалай жаңағы сенімді түрде айта аламын, себебі менің 3 айлық курстарыма қатысқан келіншектердің өзгертіп жатқандары. Яғни күйеуіне неше түрлі жаңағы жақсы сөздерді, мен саған сенем. Сен әлемдегі ең мықты еркексің. Оны өмірі естімеген еркек қой. Ол қалай өзгермейді, қалай жібімейді. Маған бірнеше ер азаматтар өмір ашпаған Инстаграмда ашып хат жазды. Менің қыздарыма жаңағы кітап сататын, курста хабарласатын қыздарымның бәріне хабарласып, рахметтерін айтты. Бүкіл жаңағы Қазақстан жігіттеріне айтқымыз келеді. Әйелің, ол жігіттің айтысы бетет біреусі. Мен дейді, ұрыпта көрдім бұл әйелді дейді. Алдап анау-мынауды әперіп көрдім. Өзгермеді, бірақ мен қалаған әйел 2 айдың ішінде өзгерді. Не істеп жатырсыз дейді. Олақтың көзін ашу керек қой ол. Енді Алла қаласа ертең сондай жігіттермен кездескелі жатырмыз Алматыда. Ылғи әйелдер өзгеріп, жаңағы жалпы біз өзіміз мынандай сияқты да, Камшат мысалға мен өзім жеке басымда айтайын да, үнемі жақсы сөз естігім келеді. Мені біреу мақтаса, менің қасымдағы жұмыстағылар мақтаса, достарым мақтаса деп тұрамыз да, ал өзіміз біреулерді мақтаймыз ба? Мысалы қасымызда жүрген айналамыздағы адамдарға үнемі, мысалы баламыз болсын, балам саған сенемін, сен кереметсің. Мысалы үйдегі адамдарға да осыны айтып тұру қаншалықты дұрыс, соны айтып өтсеңіз. Жалпы келін мен әйел, келін мен ене кісілер бір-біріне өздеріне сұрақ қойса болады. Менің келінімнің қалай болғанын қалайтын едім? Менің енемнің қандай болғанын қалайтын едім? Деген сұрақты өздеріне қойып, соған жазбаша жауап берсе, кейде келіндер, мысалға, менің келінімнің қандай болғанын қалаймын деп келін жазатын болса, сол сұраққа өзі ұялады өз қылығынан. Өйткені өзі соны жасап жүрген жоқ. Соны жасап, мысалға да, сосын жасап, адам өзінің нәпсісін, енді қиын, бірінші қадам жасау қиын, өмір айтпаған нәрсені айту қиын, кейбір ененің ренжіткен жерлер естеріне түседі. Бірақ жаса, сен өзіңнің анаң сияқты келінді, жаңағы енені қалайсың ғой, екеуің қарым-қатынасын. Бұндай менің тәжірибемде өте көп, қазір қызы менен анасындай көшеден көрген адам айтады, мен сен мамаң екен деп қалдым дегендер. Сондықтан өзіңді жеңу керек та, өзіңнің нәпсіңе іштегі құрттардың бәрін жеңіп жасау керек. Бірінші қадам, екінші қадам, үшінші қадамда міндетті түрде өзгеріс болады. Жалпы көп адамдар қадам жасау үшін өмірге біреуге өкпелеп жүреміз да, біреуге мысалға іште қалып қалған өкпе, реніш, асу, ыза, кек, соның бәрі біздің шуымызға кері әсерін тигізеді. Сондықтан сіз өзіңіздің кітабыңызда жазған екенсіз, өкпеден, ашудан, реніштен қалай құтылу керек екенін соны бір ауыз айтып өтсеңіз. Жалпы өкпе, реніш деген бұл тек қана өткенге қарай тарта беретін, одан кейін қандай да бір жаңағы денсаулыққа зиян келтіретін дүниеде. Сондықтан өкпе, ренішті жалпы әлемдік психологиялық жаңағы саласында жүрген кісілердің ойлап тапқаны қағазға жазып, жыртып, өртеп, соныменен болды. Ешкімге айтудың қажет жоқ. Ешқашан жағымсыз нәрсені біреумен бөлісудің қажет жоқ. Жақын құрбыңыз тіпті ешкімменен. Сізге құрбыңызға айтқанда құрбыңыз не істейді? Ештеңке. Не былай айтады? Ой, обал болды деп ары қарай отқа майды құйып әңгіме айтады, бірге жамандап, сол әңгімен. Болмаса, іштей көре алмайтын адам болса, сауап бопты деп тұрады. Екі ғана жағдай, ешкім ештеңкесін бөліп бермейді. Сондықтан алып қағазға жазыңыз. Қағазбен өзіңіз сырласыңыз, іштегінің бәрін ақтарып шығарыңыз. Болды, сосын жаңа өмір басынан бастаңыз. Жақсы сөз айтыңыз. Ол жағдай есіңізге түскенде ылғи, жағымды сөздер, жақсы жағын қарап, тіпті сол жағдайдың қандай болғанын қалар едіңіз, соны да жазып қойсаңыз болады. Сонымен картина өзгереді.
Жалпы Кәмшат мысалға мен айтар едім да, біздегі көп қыз келіншектердің кемшілігі енді біреудің өмірін сүреміз да, біреудің инстаграм парақшасына қараймыз, біреудің әлеуметтік желідегі өмірін қадағалаймыз, оған пікір жазамыз. Өз өмірін сүруге адамдарды итермелеу үшін ақыл кеңесіңізді бөліссеңіз. Жалпы былай екен, рухани аш адам өзге адамның өміріне қол соғады екен. Яғни рухани азықты қайдан аламыз? Ілім, білімнен аламыз. Кітап оқы, білім ал, өміріңді өзгерт. Мысалға, менде жаңағы сабақтағы қыздарда сондай болды. Тапсы 10 минуттан ары қарай 3-4 сағатқа кететкен инстаграмға кірген кезде өздері шошыды. Былай байқалмайды, бірақ кетеді. Сондағы қазіргі оның жақсы жағын да көруге болады. Қаншама пайдалы парақшалар бар. Соларды оқы, арнайы 1 сағат уақытыңды бөл, күніне. 1 сағат мен мынаны оқып шығамын, болды. Қалған іштеңкенің бәрін шығарып таста. Керек емес. Біреудің өмірін қарап отырып, мысалға, оның ішінде ұрсатындарды айтыңыз, комментарий жазып, бір-бірімен мысалға да, алтын уақыт. Оның орнына кітап оқы, басқа нәрселермен айналыс. Тіпті болмаса далаға шығып, жаяу серуендеп қайтшы, сұлулықты көріп. Оның өзі адамның көзқарасын өзгертеді. Сіз мысалға өз жаңағы біздің Құралай ханым, сіз білесіз, бізде психологиялық кеңестер айтып тұрады. Құралай ханымның психологиялық кеңестерін тыңдасаңыз, ол кісі айтады, ажыраспа дейді. Қандай жағдай болса да күйеуіңнің айтқанына көн, жаңа айдағанына жүр, өміріңді солай сүр деп ақыл айтады да, түбі жеңіс сенікі дейді. Сіздің кітаптарыңыздан оқысам, оған бір кереғар пікірлерді көзім шалды. Сіз айтасыз, ол адам егер сіздің арқыңызға көнбесе, өмірлік позицияңызға сай келмесе, ажырасыңыз дегенді айтасыз. Осы туралы айтып өтіңізші. Жалпы бірінші келген адамға, қандай да осындай сұрақ қойған адамға бірінші айтамыз, өзің өзгер. Әлемді өзгерткің келсе, айналаңдағы адамдарды өзгерткің келсе, бір ғана қағида, ол өзің өзгер. Өзіңнің қарым-қатынасың, өзіңнің сөзің, өзіңнің іс-әрекетің барлығын өзгерт. Соның барлығын өзгертетін жағдай болады да, өзгерткен кезде өзі расында сол өмірін түгел өзгертетін адам болса, мысалға сіз әйел адам, сіз бүкіл айтқанды орындап, жасап, бәрін өзгерттіңіз деге, сол кезде өзі менен де кеп сұрамайсыз, басқадан да сұрамайсыз, шешімді өзіңіз қабылдайсыз. Мына адам сіздікі, бір қарасаңыз ана адам тура сіздікіндей болып кетеді да, бір қарасаңыз жаңағыдай расында да өміріңізді қорғалуға қажет емес жағдай болады. Енді жігіттер болады ғой, не мысалға жаман деп, жаман адам жоқ жалпы. Барлық адам бойынан жақсы қасиет табуға болады. Тек қана өзіміз қалай қараймыз, қалай көреміз. Сондықтан бірінші айтамын, өзің өзгер, ары қарай шешімді қабылдайсың. Өзің өзгеріп 3 айдан кейін кәдімгідей шешім қабылдап кетесіз. Ешкімнен ақыл сұрамай-ақ анық көресіз. Мынау сіздің өмірлік жарыңыз ба, жоқ әлде болмайтын өміріңізді қорғылып жатқан ба? Мысалға, кейбір семьяда мүмкін сіз оны расында да ол еркекті бақытсыз қаласыз, ол сізді жақсы көрмейді. Ондай жағдайда болуы мүмкін да, бірақ бірден алып ажырас деп ешкімге айта алмаймыз. Бірінші өзің өзгер, уақыт керек бәріне. Мүмкін 1 жыл өтер, мүмкін ең көп дегенде 6 айдың ішінде әйелдер керемет болып өзгеріп жатады. Ең жалқау әйелдің өзі. Сондықтан бірінші өзі өзгеру керек. Жалпы сізге әйелдер көп ақыл кеңес сұрайтын шығар. Олардың ең көп сұрайтын ақылы қандай? Өте көп. Қазіргі кезде осы кітапты тез жазып шығаруға да маған себепкер болған сол әйелдердің келген хаты. Сол хатқа мен жауап беріп үлгере алмадым да енді. Мүмкін емес. Күн-түн енді бәленбай мыңдап келіп жатады. Сонда ең бірінші жаңағы қазір қуантатыны білімге қарай біздің құштарлық бар. Екіншіден ол жаңағыдай сол отбасындағы мәселе, ақша мәселесі, отбасы мәселесі, ене-менен қарым-қатынас мысалға. Енді бәріне айтатынымыз сол ғой, өзіңді өзгерт. Бірінші өзіңді өзгерт. Содан кейін бастайсың, тапсырма береміз, осыны жасамаған адамда ғана болмайды да, ол сылтау айтып ары қарай жүре береді. Жасап бір өзгерісті көріп, ортада бір кептеліске тұрып қалса, ары қарай итермелеп жібереміз, қолдап жібереміз. Шын мәнінде өзін өзгерт. Ең қазіргі сұрақтың жаңағы келетін ең көп несі осы. Әртүрлі психологиялықта сұрақтар келеді, мынаған қалай қарайсыз, анаған қалай қарайсыз деген. Сонымен қатар күйеуім осындай, күйеуіміз екеуміз суып бара жатырмыз. Небір отбасылар ажырасқалы жатып, әйелдің өзгеруінің арқасында қосылғандар бар, бақытты болып кеткендер де бар. Одан кейін енесінде, туған шешесінде жақсы көріп, қаншама енеден бата алған кезімізде болды. Сондай жағдай бар. Тамаша әңгімеңіз. Жалпы бір соңғы сұрақ қойғым келіп отыр. Ақша туралы жақында, ақшасыз бақытты болу туралы бір әдемі пост жазған екенсіз. Сол туралы бір ауыз сөз айтып қорытындыласақ бағдарламамызды. Жалпы, Мақпал,
Бүгінгі негізі айтатын әңгіме өте көп қой. иә. Уақыт, конечно, тапшы бәріне. Сондықтан мен сізге айтқым келгені, бұл ақшаға келген кезде ақша жүректе. Адамдар бәріміз, ақшасы жоқ адам ақшаны уайымдаймыз. Ақша бола қалса бәрі бақытты бола қалатындай. Шын мәнінде ақшаны жүректен шығарып, қолға. Ол ақша қолда, алақандағы нәрсе екенін түсінуіміз керек. Әрине бұған да уақыт керек, өзімен жұмыс істеу керек. Шын мәнінде рухани бай болған кезде ол расында дүние екенін, дүниенің нәрсесі алақанда жүретін нәрсе екенін түсінеміз. Жүрекке махаббат, жүрекке басқа адамдарға деген жақсылық, қуаныш, бақыт деген нәрселерді толтырып қоюымыз керек. Өмірді сүю, адамды сүю. Айтпаңыз, соның барлығы жүректе болу керек. Ол дүниенің нәрселері, бір өмірдің болмайтын нәрселер, былайша айтқанда. Ол ақша алақанда болу керек дейді. Айтқаныңызға рахмет, үлкен, сіздің әңгімелеріңіз тамаша болды. Асханаға қарай жылжысақ, жалпы. Мен бүгін енді сізге арнайы ойыңды өзгерті, өміріңді өзгерті кітабын сыйға алып келдім. Осыны жаңағы оқыңыз, оқып жатқан екенсіз, қыздардан алып оқып жатқаныңызды естідім да. Рахмет сізге, Кәмшат ханым. Мен бұны өзімде бұл кітап бар болғандықтан, өзімнің бір оқырманыма сыйға тартамын. Ол туралы алдыңғы бағдарламада айтып өтемін.